Бүгін тауық етінен самса дайындаймыз. Ең алдымен етімізді видеодағындай көрсетілгендей қылып барлығын тіліп дайындап аламыз. Дайындап алған етімізді шұңқыр ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, дәмдеуіш, бұрыш қосып, жақсылап араластырып алып, жарты сағатқа мариновкаға қойып қоямыз. Картошкамызбен жуамызды төртпішілеп турап аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Дайын қатпарлы қамырымызды алып, жұқалап жайып, ортасына дайындаған картошкамызбен жуамыз салып, етімізді салып, видеодағындай көрсетілгендей қылып, біріктіріп шығамыз. Самсамыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Самсамыздың бетіне жұмыртқа жағып, кунжут сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Самсамыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.